Салем достар, бүгін өте дәмді, осындай свежий жаздық күздік салат жасайтын боламыз. Өте жеңіл салат. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Мінекей бізге керекті заттар: огурцы, помидор және майонез керек болады. Помидорымызды жақсылап, майдалап, ұсақтап турап аламыз. Мінекей осылай турап аламыз. Барлық помидорымызды осылай турап алып, біреуін көрсетіп жіберейін. Дәл мен видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, салаттарыңыз өте дәмді болып шығады. Мінекей осылай тураймыз. Ендігі кезек огурцы. Огурцыйды дәл солай ұсақтап турайтын боламыз. Осылай майдалап турап жасап, балаларыңызға жасап берсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Мінекей огурцы, помидор және барлығын жасап болған соң, колбасамызды майда бөлшектерге бөліп алып, осылай бұны да көпектап турап аламыз. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мен видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеомды өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сонда мен күнде видео салатын боламын. Күнде видеом сіздерге келіп тұратын болады. Қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер. Мінекей мен имбир сырын пайдаланамын. Басқа сырлар болса да болады. Мен өзіме ұнаған сырды қолдандым. Осылай пакетігінен ашып, осының жарты бөлігін қосатын боламыз. Сырды мен балаларым өте жақсы көреді. Сол үшін мен сыр қостым. Қоспасаңыздар да болады, ұнатпаса. Мен балаларым жақсы көретін болғандықтан осы сырды қосып жібердім. Өте жеңіл салат, жаздық салат. Ешқандай ауырлығы жоқ асқазанға. Мінекей осылай бұны да көпектап турап аламыз. Барлығын осындай көпектап турап болған соң, мінекей осылай барлығын көпектап турап аламыз. Достар, каналыма подписацияны басып барып көріңіздер. Көп адамдар подписацияны баспай көреді екен. Сіздер подписация белгісін басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Тағы ендігіде қандай салат жасайтынымды комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздердің комментарийларыңызға қарап салат жасайтын боламын. Немесе басқа рецептілерді айтсаңыздар, жасап беретін боламын. Мінекей салатымыз дайын болды. Барлығын турап болдық. Енді майонезімізді қосатын боламыз. Мен осы 3 желание майонезін қосамын. Кішкентай ғана тұз себелеп жібереміз да. Себелеп жіберіп, майонезімізді салатын боламыз. Мінекей майонезімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Осылай балаларыңызға жасап берсеңіздер, өте дәмді болып шығады.
Мінекей біздің балалар майонез қосып жегенді өте жақсы ұнатады. Майонез қоспасаңыз да болады. Мен балаларым үйдегілер майонез қосатын жақсы көретін болғандықтан мен майонез қосып жасадым. Мінекей осылай барлығын салып, тарелкаға салып, балаларымызға беретін боламыз. Өте керемет, дәмі де әдемі болып шығады. Мінекей, мен күнде видео салатын боламын. Өткізіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бетін әсемдігі үшін керешкені салып шықсаңыздар болады. Балалар керешкені өте жақсы көреді. Қаттылау керешке, бірақ майонезді жұмсап кетеді. Сәл тұрған соң майонезді өзіне сіңіріп алып, керешкеміз өте жұмсақ болып кетеді. Балалар керешкеге бола осы салатты жейтін болады. Достар, каналыма подписываться бөлімін басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сау болыңыздар, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.